Құрметті ұстаздар, Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылдау емтиханына санаулы күндер қабылда, соған байланысты ағайлармен ақылдасып отырып, осы 20 күннің ішінде дайындыққа байланысты қандай нақты қадамдар жасаған дұрыс болады, яғни балаларға да пайдасы көбірек болады. Соған байланысты біз ақылдасып, белгілі бір ұсыныстарды дайындадық. Қазір соны сіздермен бөлісетін боламыз. Әрине, бұл жерде ұсыныс, кейбіреулері практика ретінде балаларға жасалынып көрінді, эксперимент ретінде, кейбіреулер енді осы семинардан кейін жасаймыз бұйыртса, сіздермен бірге. Сонымен бірінші бұл жерде дайындыққа байланысты бүгінгі семинарда жалпы қарастыратын тақырыптарды айтып өтейін. Біріншісі жоспар, яғни негізгі сабақ барысындағы жоспар. Жыл ішінде қолданып келе жоспарымыз кітап бойынша НЗМ емтиханына дейін біз қай тақырыптарды өтіп үлгеруіміз қажет деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Одан кейін екінші мәселе қосымша сабақ. Қосымша сабақ и оны ұйымдастыру және қосымша сабақтың өнімділігін арттыру. Яғни бала қосымша сабаққа келген кезде пайдалырақ болу үшін, көбірек есеп шығару үшін, көбірек түсіну үшін қандай амалдар қолданған дұрыс, соған байланысты қысқаша жауап беретін боламыз. Одан кейін қосымша материалдар. Біздің ертегі кітаптарынан бөлек тағы да қандай қосымша материалдарды қолданған дұрыс болады, қандай материалдар бізде бар, соларды сіздермен бөлісетін боламыз. Сонымен негізгі сабақ, сабақ жоспары бойынша, сабақ кестесі бойынша аптасына болып жатқан негізгі сабақтарда біз белгілі бір жоспармен сабақ жүргізіп келе жатырмыз. Яғни біздің бірінші, екінші кітаптағы тақырыптар и оның екінші тақырыптан қай жерге дейін келуіміз керек, қазір соған тоқталып өтеміз. Жылдық жоспар барлықтарыңызда бар деп ойлаймын. Осы жылдық жоспар бойынша екінші кітап, математиканың екінші кітап, мынау НЗМ қабылдау емтиханына дейін өтілу керек болған тақырып бұл дөңгелек диаграмма. Яғни дөңгелек диаграммаға дейін тақырыптар өтілу керек. Бұл енді 3-ші тоқсанның тақырыптары. Жылдық жоспар сол мектеп бағдарламасына байланысты да негізделіп жасалынған. 3-ші тоқсанның соңына дейін балалар мектепте де, курстарда да, мекемелерде дөңгелек диаграммаға дейін тақырыптар өтілу керек. Одан кейін ары қарай уже 4-ші тоқсанның тақырыптары. Егер сіз жылдық жоспар бойынша осы мына жерде экрандағы сияқты қай тақырыптарға келген болсаңыз, мысалы сызықтық теңсіздікте болуыңыз мүмкін, немесе бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінде болуыңыз мүмкін, бұрыштарда болуыңыз мүмкін. Осы емтиханға дейінгі уақытта негізгі сабағыңыздың үстінде қалған тақырыптарды үлгеріп өтуге, балаларға түсіндіріп беруге соған байланысты бір жоспар құруыңыз қажет. Яғни мүмкін егер кейбір топтар тіптен артта болуы мүмкін, бірінші кітапты аяқтап екінші кітапты енді бастаған болуы мүмкін. Олай болған жағдайда да мүмкін қосымша сабақтарда да осы жаңа тақырып түсіндіріп соған байланысты шығарып, немесе маңыздырақ тақырыптар, яғни 6-шы класста өтетін тақырыптар, мынау модуль хаттамалар бойынша бір қалыңдау кітап, одан кейін 2 жеңіл кітап жіберілді. 2-3 кітаптар өте жұқа кітаптар, оның ішінде тақырыптар да қатты көп емес, бірақ 2-ші мен 3-ші кітаптар бұл 6-шы класстың тақырыптарына байланысты, яғни математикада өтілген тақырыптар, теріс сандар, бүтін сандар, модуль, ең соңғы осы тақырып өтеді. Одан кейін ары қайталау тесттері, сонымен қатар ОБС 5, ОБС 6 қатемен жұмыс жасалыну керек оқушыларға. Жақсы, келесі қосымша сабақ. Қазір қосымша сабақ туралы бір айтып өтеміз, ұсыныстарды осы жерде келтіреміз. Қосымша сабақтарда қазір нұсқалар, яғни бірінші кезекте тесттер жинағы, оның ішінде есептердің барлығы нұсқа форматында дайындалған, аралас типтегі есептер. Балалар сол нұсқа тесттер жинағын шығару арқылы жыл ішінде өткен тақырыптарды естеріне түсіреді, күрделі түсінбеген есептерін мұғалімдерден қосымша сабақтарда сұрап, қатемен жұмыс жасаса пайдалырақ болады. Түсінбеген сұрақтарын бекітеді. Яғни нұсқа талдау, одан кейін қатемен жұмыс. Қатемен жұмыс өте маңызды. Мысалы, нұсқа талдаған кезде балалар өздерінің шығарылған есептерін бәрін шығарып шығып, одан кейін тексергеннен кейін қайсысы есептерге түсінбеді, қайсысы күрделі болды, соған мұғалім тақтада түсіндіріп, одан кейін дәптерлеріне жаздырса жақсырақ болады, яғни есінде тағы да толығырақ қалады. Енді осы нұсқа талдауға байланысты кейбір мекемелер былай жасап жатыр екен, өте жақсы деп ойлаймын. Мысалға, НЗМ топтар аптасына 3 күн негізгі сабақ бойынша сабақтарға келсе, қалған 3 сабақта 3 күнде тағы да қосымшаларға келіп, сол күндері жаңа қосымшаға келгенде тек қана нұсқалық есепте талқылап жатыр. Математикадан, саны сипаттамалардан тек қана нұсқа, аралас түрде есептер шығарып жатыр. Яғни соны да ұсынамыз, мүмкіндік болса мекеме әкімшілігімен бірге ақылдасып отырып, бос кабинеттерді қарап реттеп, таңертеңгі уақытта НЗМ топтарын ендігі қалған 20 күнде күнделікті шақыруды ұсынамыз. Қосымшаларда сол нұсқалық тесттер жинағы, нұсқалық есептерді көбірек шығартуды ұсынамыз. Келесі, енді қосымша сабақтарды тек қана онлайн форматта емес, офлайн форматта емес, мүмкін болса онлайн форматта да жасау артық болмайды. Яғни қиындау күрделі есептердің видео шешімдерін жасап, соларды ата-аналар чатына оқушыларға жіберіп, үйде де қосымша балалар сол түсінбеген есептерін талқылап, қарап, шешімдерін жазып отырса, яғни қайсы есепті шығара алмады, сондай қиын есептердің шешімдерін ұсынсаңыздар жіберулеріңізді ұсынамыз.
Одан кейін қосымша материалдар келесі. Қосымша материалдарға мына ништің сайтында ең бұрыннан келе жатқан осы үлгі есептер бар. Мүмкін бұл есептерді қараған боларсыз. Егер қарамаған болсаңыз, бұл сұрақтарды бір қарап көруді ұсынамыз, өйткені ішіндегі есептердің форматы, типін бір қарауға болады, кішігірім анализ жасауға болады. Математикадан 40 есеп, сандық сипаттамалардан 10 есеп бар. Яғни бірінші күннің біз мына есептерін қарап көрдік математикадан. 40 есептің әр есеп қай тақырыптарға байланысты келгендігін қарадық. Енді 40 есепке байланысты толық бір статистика, нақты статистика шығару қиын әрине, бірақ есептердің форматы, типіне қарап шамамен бір болжауға болады деп ойлаймын. Мысалы, сұрақтарды қараған кезде байқағанымыз, мысалы, пайыз айталық пайыз есебі болатын болса, тек қана пайыз есебіне байланысты, тек қарапайым пайыз проценттік есептерге байланысты сұрақтар келген. Одан кейін, мысалы, диаграмманың ішінде жаңа пайыздық есептеулер де бар, екеуі аралас. Концентрацияға байланысты, жұмысқа байланысты мәселе есептердің ішінде тағы да пайыздық есептеулер бар. Одан кейін мәселе есептерді қарастыратын болсаңыз, жылдамдыққа, жұмысқа байланысты мәселе есептердің түрлері, бірнеше түрлері бар. Мысалы, модульді алайық, модульге байланысты тек модульдің өзінің қарапайым есептері, салыстырулар, координаталық есептер соған байланысты. Яғни байқағанымыз бірнеше тақырыпты қамтыған есептердің типі бар. Бұл деген сөз, енді көбінесе А-ға қарағанда Б мен С-ға жақындау есептері. Бала бір есепті шығару үшін бірнеше тақырыпты білу керек. Яғни диаграмманы шығару үшін ол пайыз тақырыбын жақсырақ меңгерген болу керек, одан кейін барып диаграмма шығара алады деген сияқты. Мысалы, жұмыс мәселе есептері, жұмысқа байланысты мәселе есептер, бұлардың өзі негізі күрделеу, бірақ соның ішінде пайыздық есептеулер деген сияқты бар. Сондай есептер бар. Сондықтан сол үлгі есептерді қарап шығуды ұсынамыз. Қосымша тапсырмаларда, қосымша сабақтарда өткен кезіңізде сол типтегі есептерді көбірек шығартыңыз. И балаларыңыздың, оқушыларыңыздың қай тақырыптан жаңа қиналатындығын бір анықтауға болады. Егер бұл үлгі есептерді оқушылар мүлде шығармаған болса, онда бір қосымшаңызда тура сол 40 есепті шығартуды ұсынамыз. Соны шығарған кезде баланың қай тақырыптан жаңа қиналатындығы, қай есепті шығара алмайтындығын көре аласыз. Соған байланысты мына электронды материалдарымыз көп, қазір бір айтып өтеміз. Солардың ішіндегі есептерді жинақтап, қосымша ата-аналар арқылы немесе қосымша сабақтарда сол тақырыптарда есептерді шығартуыңызға болады. Енді қосымша материалдарға байланысты негізгі қазір біздің Edukon тарапынан келген оқулықтар, бұлар тесттер жинағы. Тесттер жинағы жауаптармен бірге бар. Бұл жауаптарын енді ата-аналарда болса, немесе пән мұғалімдерінде болса деп ұсындық. Өйткені балада болса, барлық есептер шығардым, сұрақтардың бәрі шештім деп жауаптармен жазуы мүмкін, енді балалық жасауы мүмкін. Сондықтан бір жақты тек қана ата-анада немесе пән мұғалімдерінде болса. Солай олардың орындағандарын бір жағынан контроль етуге болады, қай нұсқаны аяқтадың, қай нұсқаны бітірдің, қай есептерді шығардың деген сияқты, жауаптарын тексеріп беріп, ары қарай қатемен жұмыс жасауға болады. Бұл кітапшаның ішінде 10 нұсқа бар, көріп қарап шыққан боларсыздар, мүмкін қолданып жатқан болуларыңыз керек. 10 нұсқаны талдауды бір жоспарласаңыз, бітіруді бір жоспарласаңыз, енді 10 нұсқаны қазір 20 күнде сабақтан бөлек, қосымша сабақтарда ата-аналар арқылы аяқтау мүмкін, қиын болуы мүмкін, үлгере алмайтын жағдай болуы мүмкін. Ондай болған жағдайда бұл 10 нұсқаның ішіндегі қай есептерді шығартқан дұрыс? Енді ішінде жеңілдеу есептер бар, күрделі, орташа есептер бар. Мысалы айталық, математиканың бірінші нұсқаны қарайық. Бірінші нұсқада 40 есеп бар. 40 есептің енді барлығы қиын есептер емес. Ішінде жинақтап іріктейтін болсаңыз, бір 20 шақты күрделі немесе орташа есептер шығуы мүмкін. Яғни сіз жоспарыңызды қосымша сабақта тек қана балаларға тесттер жинағын алып келгеннен кейін бірден бастап 40-қа дейін ретімен бүкілін шығара берсеңіз, уақыт жағынан үлгермеуіңіз мүмкін. Емтиханға дейін сіз бүкіл нұсқалардың бәрін талдап үлгере алмай қалуыңыз мүмкін, ары жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан бізде ұсыныс ретінде, егер сол бірінші нұсқада 40 есеп болатын болса, сол 40 есептің күрделі дегендері жинақтап алсаңыз болады. Мына тесттер жинағының қазір электронды нұсқасы, доступ берілген нұсқасы бар. Яғни кітаптан сканер жасаудың қажеті жоқ. Сол доступ берілген электронды нұсқадан өзіңізге қажетті есептерді жинақтап алып, өзіңіз қолдануға болады, немесе оқушылар кітаптармен келген кезде, балалар бірінші нұсқаның ішіне, мысалға 5-ші, 12-ші, 17-ші, 22-ші, 28-ші деген сияқты бір күрделі бір 20 шақты есептер ретін номерін шығарып, осыны қазір шығарамыз, яғни 60 минут немесе 80 минут балалар шығарады, ары тексеріп, сол қиын күрделі болған сұрақтарды талқыласа, соларды көп талдау жасайтын болса, уже балалар сол нәрсеге жаттығады. Яғни 20 күн бойы сол нәрсеге көбірек шұғылданған жаттыққан бала уже белгілі бір дәрежеде естеріне түсіреді тақырыпты, меңгереді. Емтиханда да бұның көп көмегі тиеді деп ойлаймыз. Сондықтан қазіргі өздеріңіздің сабақ беретін топтарыңыздың балалардың қаншалықты шығарып жүргендігін бір қарап шықсаңыз, кім қай жерге дейін шығарды. Енді тек қана қиындар ғана шығарып, жеңілдер қалсын деген сөз емес. Яғни жеңілдерін балалар үйде де шығара алады, үйде шығаруын қадағалау керек ата-анаға.
Яғни біз сабақ барысында бірінші нұсқадан математикадан 20 есепті шығардық, қарған 20 есепті балалар үйде шығарсын, үйде де жаттықсын деген сияқты ата-аналарына бір хабарлап, ескертіп, естеріне салып отырсаңыздар, онда үйде де бала шығарады. Қалған 20 күнді осылай ата-ана және мұғалім болып екі жақтан қадағалап, жақсы бір дайындық жасауын қадағалайды деген сияқты ата-анаға ұсынуға болады деп ойлаймын. Солай әр пәннен сандық сипаттамалардан болсын, қазір мынау математикадан болсын, сондай бір жинақтауды солай жоспарлап, сол жоспар бойынша сабақ өтуіңізді ұсынамыз. Енді біз бағана жоғарыда айтып кеттік қой, мысалы мына қосымша біз дайындық ретінде мына күнделікті 10 есептен 20 есеп, күнделікті 20 есеп математика сандық сипаттамалардан. Біз бұны ойластырған бастапқы жоспарымыз негізінде жаңағыдай кітапты үлгере алмай қалатын жағдай болса, қосымша дарынды балаларға, орта жоғары оқитын балаларға мысалға сандық сипаттамаларды жаңа тесттер жинағының ішіне немесе оқулықтардағы күрделі есептерді жинап қиып алып, солардан беріп жатырмыз да, яғни балалар сондай қиындау есептермен көбірек жаттықсын, көп есептер шығарып көрсін, сол күрделеу болғандарына көбірек көңіл бөлсін деген сияқты. Мүмкін математикадан да сол тесттер жинағының ішінде кейбір есептерді аламыз, күрделеу, қиындау дегендерді. Солай біз іріктеп орталық тарапынан бүкіл мекемелерге ұсынамыз. Яғни күнделікті 20 есеп, оны ата-аналар арқылы қолданып, ата-аналардың көмегі арқылы үйде қосымша дайындық ретінде қолдануға болады. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Келесі тесттер жинағы туралы айттық, ұсыныстарымызды айттық. Енді осы жерде бір эксперимент жасалған бір затты айтайық. Мен өз тобыма бір эксперимент жасап көрдім. Шамамен бір айдың төңірегі болып қалған болу керек, НЗМ тобына сандық сипаттамалардан. Яғни менде мынандай қиындық кездесті. Сабақ, мысалға, сандық сипаттама, логика сабақтар аптасына бір-ақ рет болады. Мысалы, бүгін сабағым болды, НК2 тобына. Енді келесі суббота сабағым болады. Яғни мендегі туындаған қиындық мынандай болды. Мысалы, бүгін сабақ өтті, есептерді шығардық, тақырыптарды қарастырдық. Балалар белгілі бір дәрежеде мүмкін түсінді. Келесі сенбіге келген кезде үй тапсырмасын мүлде ұмытып кеткен балалар бар. Яғни шығармағанда бір апта өтті, бірақ ол тапсырмалар шығарған жоқ. Кейбір балалар былай бастаған, бірақ аяқтамаған. Кейбір оқушылар тек қана белгі салған А, Б, С, Д, Е деген секілді. Қайсы шығарылу қалай болады, оны нетпей тек қана белгі салған. Одан кейін ойладым, егер осылай жалғаса берсе, демек солай келді балалар, келесі апта болып келік, келесі суббота күні мен келемін, балалардың үй тапсырмасын тексеремін, одан кейін шықпаған сұрақтарын қараймын. Ол жерде тексеріп талдауға бір жағынан ыңғайсыз, себебі балалар мүлде шығармаған бала бар, ол шығарып көрсе мүмкін шығара алатын беді ол есепті деген секілді. Мен мүмкін босқа уақыт жоғалтып жатырмын ба деген сияқты. Шынымен бір жағынан уақыт жоғалтасың, үй тапсырмасын тексересің, қатемен жұмсайсың, 2-40 минут сабақтың тағы да бір 40 минут өтті. Ал қалған 40 минутта мүмкін жаңа тақырып өтіп, оны түсіндіріп, талқылауға уақыт тағы да жетпей қалады деген сияқты. Одан кейін мынандай бір ұсыныс келді, былай жасап көрейік. Біз айталық, бүгін сабағым болған кезде, келесі аптаға дейін енді сандық сипаттамалардың есептері 60 есептен тұрады ғой, көбінесе тесттері. 60 есепті біз аптаға бөлейік. Яғни бала күнде 10 есептен, немесе 2 күнде бір 20 есептен шығарса, ол 3 күнде шығарып өтеді. Балаға да қатты қиын емес, 60 есеп бөліп шығарады. Қатты шаршамай, жалықпайды деген сияқты. И жауаптарын енді мен өзім уақытым ыңғайыма қарай, бос уақыттарым аз болғанына байланысты ата-аналармен былай келісіп алдық. Ата-аналардың WhatsApp топтары бар, ата-аналарға айттық. Мен есептердің күнде балаңыздың сандық сипаттамадан кітаптан қай жерден дайындалу керегін айтамын. Осы беттегі есептер шығару керек. Есептердің жауабы мынау. Сіз балаңыздың кешке үйге барған уақытыңызда балаңыздың шығарғандарын тексеріп беріңіз деп ұсындық. Енді ана жерде топта бір шамамен 14 оқушы болды. Оның ешқандай ата-ана жаңағы қарсы шыққан жоқ. Не үшін мен тексеруім керек? Неге жасаймын, неге сіз тексермейсіз деген сияқты ондай пікір айтылмады, барлығы қолдады. Сөйтіп ата-аналардың қолдауымен бастап кеттік. Күнде жіберуге бастады. Кейде мен 2 күнде бір, немесе күнде бір хабарлап айтамын ата-аналардың тобына. Сөйтіп ары қарай жауаптарын да жіберемін. Кешкі уақытта ата-аналар үйге барған кезде тексереді, қайсы дұрыс, қайсы қате. Менің балам 10 есептен мысалға 7-еуін шығарды, 3-еуі қате деген сияқты былай жазып отырады. Мен өзіме белгілеп отырамын, қай есептер қате. Сонда қараңыз, келесі аптаға дейін біз күнде 10 есептен бөліп шығардық, 60 есепті бітірдік барлығын. Келесі сабаққа келген кезде, мысалы, келесі субботаға дейін мен пятница күні бір бекітемін, нақтылаймын. Ата-аналардан сұрап шығамын, қайсылары дұрыс, қайсылары қате болғандарын қарап, мүмкін үлгеріп жатсам, сол ата-аналарға жеке видео түсіндірме жасауға тырысамын. Мысалы, біреуінде 5-еуі қате, біреуінде 4-еуі қате деген сияқты. Видео түсіндірме жасаймын, ол видеомен қайттан қараңыз деймін. Қарағаннан кейін қайттан шығарыңыз деймін. Мүмкін ана видео түсіндірмеде есептерді толық шешіп бермеймін. Қалай шығару керегін бір ауызша түсіндіріп өтемін да, бала қайттан бір ойлансын, қайттан шығарсын. Сөйтіп барып, пятница күні уже біз апта ішінде берген 60 есепті нақтылаймыз, бекіттік, нақтыладық, кімнің қайсысын шығара алып, шығара алмағандығын көрдік. И сенбі күні сабақ болған кезде мен үй тапсырмасын тексермеймін. Мүмкін оған дейін тексеріліп қойды барлығы, тексерілген жауаптар. Тек қана сенбі күні сабақ болған кезде бір 10-15 минут немесе 20 минут уақытында балалардың көпшілігінің қателескен, шығара алмаған, түсінбеген есептерін талқылауға ғана жұмсадық.
20 минут соған кетті, ары уже өткен тақырыпта бір қайталаймыз, одан кейін барып жаңа сабақ немесе бірден жаңа сабақты бастап кетеміз. Яғни сол кезде кішкене уже сабақтың өнімділігі арта бастады. Яғни үй тапсырмасы ата-аналардың тарапынан тексерілді, уже сіздің жұмысыңызды ата-ана белгілі бір дәрежеде көмекші болып жатыр деген сияқты. Енді айтқымыз келгені, мына тесттер жинағында сондай бір неде, егер үлгере алмайтындай болсақ, 20 күнде тек қана сабақта, қосымша сабақта ғана шығара алсақ, кей уақытта қосымша сабақ жасай алмауымыз мүмкін, уақытымыз болмауы мүмкін. Яғни мына сабақ есептер қалып қоймау үшін, нұсқа аяқталмай қалмау үшін ата-ананың көмегін қолдануды ұсынамыз. Ата-ана бұл мәселеде сіздерге көмекші болады деп ойлаймын, қолдайды деп ойлаймын. Қуана енді кейбір ата-аналар айтуы мүмкін, мен математиканы түсінбеймін, есеп шығара алмаймын ғой. Сіз айттық, сіздің есеп шығара алуыңыз маңызды емес. Жауаптар дайын, балаңыздың есеп дәптерге шығарғанын қараңыз да, дұрыс қате екенін тексеріп беріңіз, болды. И біз ары қарай жұмыс жасаймыз. Соның өзі кішкене кәдімгідей көмек болды ше. Әр баланы мысалға жеке бәрі тексерсеңіз өзіңіздің уақытыңыз кетеді. Ана жерде тексерілген дайын, тек қана түсінбегендерін талқылаймыз. Яғни осы бір эксперимент жасалып көрді, бұл мәселені жасап көруді ұсынамыз. Жақсы. Келесі қосымша материалдардан біз мына бір кітапты қолданып жүрміз, электронный бар группаларда. Бұл кітап негізі Edukon баспадан біз сұрап жатырмыз, Edukon кітаптарынан бөлек, яғни Edukon кітаптарынан бөлек басқа материалдарды қолдануды ұсынамыз. Өйткені енді балалар Edukon кітаптарымен жыл ішінде дайындалып келе жатыр, емтихандар, ÖBS емтихандар жазып жатыр. Бірақ тек қана Edukon кітаптар емес, одан бөлек қосымша материалдағы есептердің, әртүрлі есептердің типтерімен танысқаны дұрыс. Яғни мысалы мына кітапта болашақ мектебінің кітаптары бар, бұл ескі нұсқалар болу керек, қай жылда екенін нақты білмеймін. Бірақ бұлардың ішіндегі кішкене күрделеу, логикалық, қызықты есептермен балалар танысса, шығарып көрсе артық болмайды деп ойлаймын. Енді кейбір мұғалімдерде бұл кітаптың кітап түрінде форматы бар екен, кейбір мұғалімдерде енді электронный бар, кімде қандай мүмкіндікке қарай бұл сұрақтарды кішкене қосымша қолдануды, қосымша шығартуды ұсынамыз. Осы типтегі тағы да қосымша материалдар бар, соларды ұсынамыз. Яғни бұл жердегі мақсат бала емтиханға дейін әртүрлі сұрақтармен танысу, көру деген секілді, сондай есептерді шығарып көру несінде. Енді бұл кітапты мен оқушыларға қолданып көрдім, қосымша сабақтарда, дарынды орташа немесе орташадан жоғары оқитын балаларға қосымша сабақтарды қолданып көрдік. Бірақ ол кезде мынандай қиындық туындады, тағы да. Мысалы, балаларға тапсырманы береміз, таңертең 9-да келеді, 80 минут 60 минут емтиханды жазады. Жазғаннан кейін кейбіреулер 80 минуттан кейін қарасаңыз, тек қана парақшаға А, Б, С, Д белгілеп шыға салған, шығару жолын жазбаған, қайсысын түсінген, қайсысын түсінбегендігін тағы да анықтай алмадық. Ал одан кейін барып тағы да жаңа сабақтағы сияқты егер мысалға тексергеннен кейін, жауабын тексергеннен кейін ары басынан бастап талқылайтын болсақ, біріншіден үлгере алмаймыз бәрін. Сол үшін күрделіге тоқталамыз, бірақ ол күрделінде ол шығарып көрді ма, шығарып көрмеді ма, негізі шығарылатын беті оны да көре алмадым да парақтарынан. Одан кейін осыған байланысты бір әдісті эксперимент қолданып көрдік, қалай істеуге болады. Яғни мына жерде қараңыз, бірінші мынау сол жақтағы нұсқа 1 деген жерді қараңыз, бала осылай белгілей салады, А емес, С емес, Д екен жауабы, Б емес, А екен деген сияқты былай белгілеп бере салады. Ол дұрыс бола салды, бірақ мына 0,4 сағат екендігін тапты да, ол бірақ шығарып көп тапты ма, немесе наугад белгілей салып тапты ма, ол бала 80 минуттық уақытын босқа өтті да, менің ойымша, себебі ол шығару жолын жазбады деген сияқты. Яғни бұл жерде айтқым келгені, балаға есепті нұсқа талдаған кезде, есептер шығартқан кезде мүмкіндігінше оның білетіндігін көру да, жазып көрсін. Мысалы, кейбір балалар бар, ұқыпты, есептерді қарап, шығарылумен толық жазады, түсінбегендерін түсінбеймін деп белгілеп қояды деген сияқты. Яғни мақсатымыз баланы кішкене жаздыру, немесе шығара алатын, шығара алмайтындығын көрсету да. Мысалы, мынау 1-ді шығарған, 3-ті шығарған, 4-ті шығарған, дұрыс болды, бір шығарса да қате болды, бірақ шығарып көрді ол бала. 2-ні мүлде түсінбеген деген сияқты. Осылай көре алу, и соған қарай кішкене сабақта, қосымшаларда түсінбегендерін жалпылама қарап, соған қарай қатемен жұмыс жасаған кезде уже уақыт босқа кетпейді, и балалар шынымен де баланың шығара алмаған есептеріне кішкене тоқталған боламыз деген сияқты. Енді осыған байланысты былай жасап көрдім. Мысалға, уже балаларға нұсқа мен варианты бар затты берген кезде белгілеп жүре салу ықтималы жоғары, шығару жолын жазбай деген сияқты. Енді кішкене қаталдау болып, ескерті басында шығарылуын жаз, әйтпесе қабылдамаймын, немесе сондай бір нелерді айтып жаздыртуға болады деп ойлаймын. Одан бөлек былай жасап көрдік. Мысалы, мына кітаптың электронный бар ғой, ескі форматы болса да. Сол электрон форматыда мысалға мына күрделеу деген есептерді қиып алып, яғни 40 есеп болса, соның ішінен 20-25 есеп болуы мүмкін, 15 есеп болуы мүмкін, қиып алып, мынау жеңілдеу болғандарына қатты уақыт жоғалтпастан күрделеулерін беріп, яғни бала таңертең 9-да қосымша әкеледі, сіз 40 есеп емес, 20 есеп бересіз. Бірақ күрделеу, кішкене немесе орташа деңгейде есептер. Бала шығарады 80 минут бойы. Жаңа шарттарыңызды, талаптарыңызды айтыңыз, шығарылумен жаз, түсінбегеннің шын мына сұрақ көр, немесе қате бір жазып көр, шығарып бастап көр деген сияқты. Кейбіреулер болады, мүлде түсінбедім деп, мүлде түртпеді есепті, шығарып көрмейді деген сияқты. Жасап көрсін, шығарып көрсін, мүмкін дұрыс бастайды. Қате бір жақын жауаптарға келуі мүмкін да, дұрыс жауап шықпаса деген сияқты.
солай 20 есепті талқылайды, шығарып көргеннен кейін 80 минуттан кейін сарай тексерген екен, уже сол күрделі есептеріне шығарасыз. Мен мысалы күрделі есептерді алған кезде, қиып алған кезде нұсқаларын алмадым. Тек қана мысалға бірінші есеп қиып аламын, есептің берілген, екінші есеп немесе үшінші есеп деген сияқты. Солай вариантсыз берген кезде бала уже кішкене жазуға тырысады да, жазу, өйткені ол наугад бере алмайды, ол жерде жауаптар жоқ та. Қате бірдеңені түртіп жазып көреді, одан кейін барып жауабы мынау болады, немесе жауабын шығара алмадым деген сияқты айтады. Солай істеп көрдік, сол кезде кішкене эффект байқалды. Балалар уже барлығы кішкене жазып, шығарып көріп, жасап көріп, одан кейін барып соған қарай шығара алған немесе шығара алмағанын көрдік. Енді осы жерде эксперимент жасалынбаған бір ұсынысты айтқымыз келеді. Мұғалімдермен бір ақылдаса отырып бір ұсыныс жасадық, бірақ мен өзім әлі бұл нені эксперимент әлі балаларға жасамадым, бірақ осы ақылдасу несінде шыққан экспериментті енді жасап көруді ойлап жатырмын. НЗМ топтарына немесе бил топтарына жасайын шығармын, бұйырса соны жасап көруді ойлап жатырмын. Ол ұсыныс былай, енді оқушыларға қойылатын талап деп айтсақ қатты дұрыс болмайтын шығар, оқушыларға бір критерийлер қойды есеп шартқан кезде. Бұның мақсаты балаларды үй тапсырмасы. Бұл үй тапсырмасын орындатуда да көп проблема бар негізі. Көп бала жасамайды, немесе белеп келе салады, шығармаған біле анықтай алмайтындай кедергілер болады да. Енді мына жерде қазір жеке-жеке тоқталайын, одан кейін барып арай қорытындылаймыз. Мысалға, жаңа қосымшада немесе үй тапсырмаларын орындаған кезде, сабақ кезінде балалардың есептерді мысалы тек қана белгілеп, бірақ дұрыс болса, яғни бала А деп белгілей салған, оның шығарылу жағында жоқ. Ондай жағдай болса, ол дұрыс болса да, егер тексерген кезде, оған ұпай бермесек, 0 ұпай. Тек қана белгілеген, бірақ қате. Белгілеген қате, мысалға, белгілей салған, шығару жолы жоқ, бірақ оның белгілегеннің өзі қате. Онда -3 ұпай, яғни азаяды. Дұрыс шығарып, дұрыс белгілеген. Шығару жолда дұрыс, белгілеген де дұрыс. Демек, ниш форматы бойынша әр сұраққа 10 ұпай берсеңіз, дұрыс шығарып, қате белгілеген. Шығару жолы дұрыс негізінде бәрін жазып келген, бірақ жауапқа келген кезде шатасып кетіп, басқа жауапты белгілеп жүргенде, ол кезде ол қате шығарып көрді ғой, дұрыс бастады, шығару жолына қарай 8 ұпай. Қате шығарып, дұрыс белгілеген. Шығару жолы қате, бірақ жауап дұрыс белгіледі. Ол енді шығару жолы бар болғандықтан қате, оған 1 ұпай. Қате шығарып, қате белгілеген. Шығару жолда қате, белгілеген де қате. Енді ол шығарып көргені үшін 3 ұпай. Дұрыс шығарып белгілемеген. Шығару жолдары дұрыс, бірақ белгілемеген да, белгілемеген екен. Байқамай қалды ма, асықты ма деген сияқты 9 ұпай. Қате шығарып белгілемеген. Шығару жолда қате, мына жаққа да белгілемеген 5 ұпай. Бұл енді примерно алынған ұпайлар, осылай бір ұсыныс ретінде айтып жатырмыз. Мұның критерийлерін, шарттарын, ұпайларын сіз өзіңіз толықтырып өзгерте аласыз. Яғни бұның бірденіне осы ұсыныстардың бәрін бір топқа бір уақытта жасау қиындау болуы мүмкін. Мүмкін арасынан кейбір критерийлерді алып, аз-аздап уже баланы жаздыруға, жаңа кішкене шығарып көруіне, есептеп көруіне бір әсер ететін кейбір мүмкін критерийлерді алып, солардан бастауға болады деп ойлаймын. Мен де енді бүкілін бірденіне топқа қолданып кете аламын деп айта алмаймын, себебі топтың деңгейіне де байланысты. Кейбір топтардың енді жаздырамын деп мүмкін мүлде мотивациясын өшіріп алмау керек. Сондықтан соған қарай, оқушылардың деңгейіне қарай кейбіреулерінен бастаса, меніңше солай әсерін байқауға болады деп ойлаймын. Яғни бұл эксперимент жасалмаған, ұсыныс ретінде бір айтып жатырмыз, бірақ бұйыртса мен өзім де алдымыздағы аптадан бастап осы типтегі бір нені қолданып көруге тырысамын. Ішіндегі кейбір критерийлерін алып содан бастаймын деп ойлап жатырмын. Ал сіздерге де қолданып көруді ұсынамыз. Егер жаңа оқушыларға қолданғаннан кейін әсері қалай болып жатыр, эффект қалай болды, жазу процесі кішкене басталды ма, бала жазып көрді ма, немесе бұда да қатты әсер болмады ма, оны міндетті түрде сіздер жасағаннан кейін бізбен кері байланыс жасап бөліссеңіздер, солай бір кішкене қорытынды шығаруға болады деп ойлаймын. Яғни анализ жасауға болады деп ойлаймын. Жақсы, келесі мына туралы айттық. Қосымша, енді қосымша материалдардан келесі бір неміз, мына осы кітаптың да электронный бар, яғни мына кітапты құрастырған автор НЗМ мектептерінде жұмыс істеген деп білемін, яғни өзі жаңа видео, ютубта да кейбір видео түсіндірмелерде бар. Сол кісінің оқулығы, яғни өзі сол кісі құрастырған деп білемін мына сұрақтарды. Бұл жерде бір жақсы мағлұмдағаны, бақылау форматындағы есептер көп. Бақылау жұмысы 1, бақылау жұмысы 2, бақылау жұмысы 3. Яғни әрқайсы есептер саны 4-5 есептен аспайды. Әр бақылаудың ішіндегі есептер. Бір жағынан баланы да қатты жалықтырмайды. Бала уже қарайды, бірдене 4 есеп, 5 есеп, көбемесек деп кішкене бастап шығарып көруі мүмкін, бірақ есептердің деңгейі қатты жеңіл емес. Яғни бұл 4-5 есеп болса да, бала бір 20 минут, жарты сағат отыруы мүмкін бұл есептер шығарып. Бірақ күрделі есептермен танысқан болады. Өзі кішкене ойланып жасап көреді. Одан кейін барып тест форматында емес, жауаптар нұсқалары жоқ, бала шығара алады, немесе шығара алмайтынын бірден көруге болады. Жасап көргеннен кейін ата-анасы арқылы мүмкін мыналарды скрин жасап алып, ата-аналарға жіберіп, қосымша ата-аналар арқылы да қадағалауға болады. Яғни бала мысалға аптасына 1 күн, 2 күн негізгі сабақтарда мысалы мекемеге келсе, көбінесе ата-анасының жанында үйде болады. Сондықтан ата-аналардың көмегі арқылы
WhatsApp топтарда жіберіп күнделікті бір нұсқада мысалға сөйтіп қосымша шығаруларын қадағалауды ұсынамыз. Яғни ата анаға есепті жіберіңіз, ата ананың өзі болса топта, и мүмкін жауаптарын да бірінші алдын ала келісіп, бастапқыда өзіңіз тексеріп, кейін ата анаға беріп, ата ана тексертуге болады. Түсінбегендеріне қосымшаларда, сабақта, бос уақыттарда видео талдау жасап, кішкене видео шешімдерін ұсынсақ, бала қарап, ары қарай түсінбеген сұрақтарын талқыласа жақсы болады. Осы кітапты айттық. Бұның ішінде, бұл кітаптың ішін біз егер бұл кітап сізде болмаса, онда біз сізге жібере аламыз ссылкасын. Кітаптарды қарап, ішінде қажетті тақырыптарға, өзіңіздің өтіп жатқан тақырыптарыңызға байланысты болса, есептер жинақтап, солай оқушыларыңызға қолдансаңыз болады. Келесі қосымша сабақтарда тағы да жаңа жоғарыда айтып кеттік, кейбір жасап жатқан мекемелер бар. Күнделікті жаңа негізгі сабақтардан бөлек қосымшаларға шақыра алсаңыз тамаша болады. Қазір енді маңызды күнделікті келіп қосымшаларда бір нұсқа шығарады, одан кейін барып қатемен жұмыс. Бірақ қосымшаның жаңағы өнімділігін арттыру үшін өзіңіз бір жоспарлаңыз, қай есептерді шығартатыныңызды. Мысалы, тестке жинаған алып келеді, тестке жинаған ішінен давайте бәріміз 4 шығарайық деген сияқты емес, алдын ала бір 4-ші нұсқаны қарасаңыз, қай есептерін шығартуға болады ол нұсқаның ішінде, бәрін емес, қайсыларына тоқталу керек деген секілді оларды айту үшін сіз алдын ала міндетті түрде кітапты қарап алып, жауаптарына қарап, өзіңіз бір қарап шығуыңыз керек. Өйткені сабақ кезінде жаңағыдай уақытты жоғалтпау үшін, балаларға да керек, қажетті, маңызды болған заттарды ғана талқылау үшін соны алдын ала өзіңіздің жоспарларыңызды ұсынамыз. Мысалға, сандық сипаттамалар кітабының жауаптарында кішкене қателер шығып жатыр. Өйткені ол жауаптары емес тек қана грамматикалық математикалық қателіктер түзетілген еді, жауаптар ол жақта әлі дайын болмаған еді, сондықтан оның ішінде кішкене қателер болып жатыр сандық сипаттамалардан. Енді кейбір пәндерден де шығып жатыр, бірақ аз сандық сипаттамалардан көбірек айтылып жатыр. Сондықтан әсіресе сандық сипаттамаға сабаққа кіріп жүрген мұғалімдер болса, алдын ала міндетті түрде сұрақтарды қараңыз. Одан кейін бір шығарып көруді ұсынамыз. Өйткені сабақ кезінде жаңағыдай қарама-қайшылық болып қалмау керек та. Мұғалім жауапты С екен ғой, не үшін сізде Д шықты деген сияқты сондай бір түсініспеушілік болмау үшін алдын ала сұрақтарды бір қарап көруді ұсынамыз. И одан кейін сандық сипаттамалардың дәл солай, ішінде кейбір жеңілдеу есептер болуы мүмкін. Оған да қатты көп уақыт жоғалтпастан күрделеу, орташа қиындықтағы есептерге деңгейдегі есептерді көңіл бөліп, соларды талқылауды ұсынамыз. Ал қалған жеңіл есептерді мүлде шығарма деп айтпаймыз, оларды балалар үйде де шығарып көрсін. Үйде жаңағы жоғарыда айтқан сияқты үйге ата анаға бір ескертіп, үйде балаңыз осы беттегі есептерді шығарсын. Біз мыналар шығардық, үйде осылар шығарады. Жауаптар осылай деген сияқты айтып, үйде де қосымша көбірек жаттыққаны пайдалырақ болады деп ойлаймыз. Енді келесі бір тағы да бір ұсыныс ретінде мына бір кестені ұсынамыз. Негізі дәптер арнатып, жылдың басынан бастап, сол дәптерге ережелер жаздырып, есептердің күрделілерін жазып жүрген мұғалімдеріміз бар. Өте тамаша. Балалар есеп шығарған кезде сол дәптеріне қарап жіберіп, жаңағыдай соған ұқсас есептер белгісі шығарып, естеріне түсіреді, оның пайдасы көп болады деп ойлаймын. Енді сол дәптерге, мысалы, дәптер қолданып жүргенде болса, сол дәптерге жалғастырып кетуге болады, немесе дәптер әлі арнатпаған мұғалімдер болса, дәптер арнатуды ұсынамыз. Өйткені мен өзім байқадым, кейбір оқушылар жаңа қосымшаларға келген кезде тек қана ручка ғана алып келетін балалар бар екен. Өйткені неге? Өйткені мұғалім қосымша сабақ кезінде тест береді, немесе тапсырма береді деп ойлайды да. Енді шынымен мұғалім береді, бірақ ол тапсырма орындағаннан кейін қосымша кезінде айталық 20 есеп, 25 есеп шығарды оқушылар. И сол парақта немесе черновикте сол жерде қалып қояды. Алып кететін оқушылар бар, бірақ өте аз, сол жерде қалып, бәрі қалып қояды. Кейін, яғни қосымшада шығарған есептерінің барлығын болмаса да күрделі дегендер дәптерге түртіп жазып алса, балаларға айтсақ, балалар барлығын жазбаймыз, бірақ күрделі дегенді айтамыз, соны жазасыңдар. Дәптерге кейін қайталағыңыз керек деген сияқты. Солар жазып, дәптерге жазып жүрсе, сол дәптерден кейін тексеруге, қайталауға да, еске түсіруге де көп көмек етеді. Мына кестеде біз нені ұсынғымыз келеді? Мысалға айталық, сіздің сабағыңызға қосымша сабағыңыз болды, немесе негізгі сабағыңыз болды керек. Балаға 20 есеп тапсырма бердіңіз, сол 20 есепті шығарттыңыз деп есептейік. 20 есепті шығартқаннан кейін дұрыс қате екенін тексересіз ғой. Мысалы, қайсылар дұрыс болды, қайсылар қате болды. Дұрыс болғандар дұрыс деп, қате болғандар номерлеген қателерді белгілеп қойып, қай есептерді мүлде түсінбеді бала. Жаңа әсіресе емтихан форматында алған кезде есептерді беріңіз, бала шығарып көрді, одан кейін барып тексерген кезіңізде қайсылар, мынау дұрыс, мынау қате. Одан кейін түсінбегендер қайсы, бала да белгілейді. Мысалы, мен бірді түсінген жоқпын мүлде, 12, 15 сұрақтарды мүлде түсінбедім, белгілейді. И ары қарай сол сұрақтармен қатемен жұмыс. Яғни бала түсінбеген есептермен қатемен жұмыс жасады ма, мұғалімнен сұрады ма, мұғалім де сол қатемен жұмыс болған есептеріне көбірек көңіл бөліп, соларды түсіндірсе. Яғни бұл дәптерлеріне бала мынаны электронды форматта шығарып қажет емес, менің ойымша, дәптерінің бір бетіне жазады, есептердің номерін, мынау дұрыс, мынау қате, мынауны түсінбедім деген сияқты. Ата-ана да үйде қарайлатып, баласының дәптерін ашқаннан кейін, бала мына есептерді түсінбеген екен, осыған көмекші болсаңыз. Ата-анаға да көрінеді, сізге де көрінеді, балаға да жинақы да. Кітап болса, кітаптың 15-ші беттегі мына есепті түсінген жоқпын, 20-ші беттегі мына есепті әр жерде шашыраңқы болғаннан гөрі, бір жерде болса, балаға қатемен жұмыс. Мысалы, 11 сыныптар кезінде
ұбт кезінде де солай дайындалғандар болуы мүмкін, жаңағыдай дәптер алып алып, қайсысы қате, мынау дұрыс, мынау қате, мына қате болды, қатемен жұмыс жасадым деген сияқты белгілі қойып тұр. Яғни бұл жердегі негізгі мақсат бірінші баланың түсінбеген есептерін бір жерден анық оңай ғана көре алу, және сол түсінбеген есептеріне қатемен жұмыс жасағандығын қадағалау. Мұғалімнен сұрады ма, мұғалім оған түсіндірді ме, қай есептер, мысалға айталық 20 есеп шығарған кезде ол жерде түсінбеген 5 есеп болуы мүмкін да, сол 5 есептің үшеуімен қатемен жұмыс жасады, екеуі қалып қойды. Сонда екі есептер жинала берсе, ол 20 күнде 40-50 шақты есеп жиналып қалады да, ол есептер қатемен жұмыс жасалмағаннан кейін бала емтиханға барған кезде сәйкесінше шығара алмайды ол есепті. Қиналуы мүмкін деген сияқты, уақыт жоғалтуы мүмкін деген секілді. Сондан осы бір затты жасауды ұсынамыз. Бұл ұсыныс ретінде мен өзім де бұны жасап көрген жоқ, бірақ осы типтегі бір эксперимент жасадық, бірақ осы форматқа ауыстыруды ойлап жатырмын. Бұған дейінгі жасаған экспериментті осы форматқа ауыстыруды ойлап жатырмын, ата-аналар арқылы, ата-аналардың көмегімен, әсіресе қалған сол 20 күнде олардың дайындығына, бүкіл қайталауларына, одан кейін жаңа қатемен жұмыс жасап, түсінулеріне көп пайдасы болады деп ойлаймыз. Жақсы, келесі жақындап қалды, өте аз уақыт қалды, қазір аяқтаймыз шамалы уақыттан кейін. Мына жерде үбісі сұрақтарын талдау. Яғни осы уақытқа дейін балалар осы апта 5-ші үбісін жазып жатыр, 5 үбісі, келесі апта 6-шы үбісін жазады. Сонымен емтиханға дейін балалар 6 үбісі емтихан жазған болады. Енді сол есептердің ішінен күрделірек есептерді бір жинақтауды ұсынамыз. Яғни сіз айталық әдеттегі бір қосымша сабағыңызға келген кезде үбісі есептерінің бәрін өзіңіз алдын ала қарап, 6 үбісідегі қай сұрақтар келгендігін білесіз, мүмкін оқушылармен талдатып өттіңіз. Бірақ тағы да осы есепті ұмытып қалады балалар, осы есепті шығара алмауы мүмкін, мынау қиындау болды, бір қайталатайын деп ойлаған есептеріңізді бір жинақтап алып, яғни одан кейін барып сол есептерді бір қосымшада талқылауды ұсынамыз. Немесе ата-аналарға бөліп жіберіп, мысалы үбісі бірдің есептері бір 5-6 есеп шығуы мүмкін, осыны жіберсеңіз бір күн, екінші күн үбісі екінің есептері мына есептер шығарсын деген сияқты, үбісі 4-5 күнде мүмкін бөліп жіберсеңіз олай да талқылауға болады деп ойлаймын. Бұл үбісі кітапшаларының, үбісі емтихан сұрақтарының доступ берілген форматын біз сіздерге жібере аламыз. Егер қажет болса бізге жекеге жазыңыз. Бұларды енді жүктеп алмайсыз, PDF форматын басқа бермейді, тек қана қажетті есептерді қиып алып, бір Word-қа немесе неге жинақтап алып, принт жасап барып қолдануға болады. Немесе жинақтап электронды түрде жаңа WhatsApp топтар, чаттар арқылы ата-аналардың тобына жіберіп, солай қадағалауға болады деген сияқты. Бір жағынан жыл ішінде өтілген тақырыптардың ішінен үбістерді қайталаған боласыз. Жеңілдер емес, тек қана күрделеу немесе орта деңгейлі есептерді шығартып, балалардың бір еске түсуіне бір көмек болады деп ойлаймыз. Жалпы қысқаша осылай, егер сіздің мекемеде, сіздің орталықта НЗМ емтиханына дейін қандай қосымша дайындықтар болып жатыр, соларды бөлісуді ұсынамыз. Айтсаңыздар, микрофонды қосып айтсаңыздар, емес чатқа айтсаңыздар, біз басқа пән, мына жерде қазір солтүстік өңір, солтүстік аймағы бойынша мұғалімдер қатысып жатыр. Сондықтан бір-бірімізге тәжірибе алмасу болады. Яғни сіздің жерде жақсы бір дайындық форматы жасалып жатқан болуы мүмкін, бірақ біздің одан хабарымыз болмауы мүмкін. Сондай заттар болса бөліссеңіздер. Яғни 20 күнді тағы да пайдалырақ өту үшін нелер жасауға болады, қандай ұсыныстарыңыз бар. Әрқайсымыз өз сабағымызда ол нәрсені қолдануға тырысамыз деп ойлаймын. Енді дайындықтың қай-қайсысы болса да артық болмайды, зияндылы болмайды. Бірақ тағы да қосымша басқаша форматта дайындық жасап жатқан мекемелер болса, мұғалімдер болса, бөлісуді ұсынамыз. Микрофондарды қосып айта берсеңіздер болады, немесе чатқа да жазсаңыздар болады. Жақсы, қымбатты ұстаздар, егер сұрақтар, ұсыныстар болмаса, онда семинарды аяқтасақ болады. Уақыттарыңызды бөліп, сенбі күнгі кешкі уақыттарыңызды бөліп семинарға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Жаңағы семинарда айтылған кейбір ұсыныстарды эксперимент ретінде топтарыңызға жасап көруді ұсынамыз. Енді мүмкін бел топтарына болса да, неш топтарына болса да, өйткені бұларды бір нақтылап, егер жақсы әсері болып жатса, оны күн тәртібіне шығару жағын ойлап жатырмыз. Егер мына WhatsApp-та немесе Telegram-да егер жаңа ұсыныстар, пікірлеріңіз болса, оған да жазып қалдырсаңыздар болады. Өйткені біз бүкіл Қазақстандағы бүкіл мекемелерге ұсынамыз. Яғни әр қалада, әр мекемеде көрінбей жатқан немесе
тек сол мекемеде жасалып жатыр, бірақ басқа жаққа естілмей жатқан шынымен де жақсы дүниелер болуы мүмкін. Сондықтан ондай шаралар, дайындықтар болып жатса, міндетті түрде бізбен бөлісіңіздер. Біз басқа мекемелермен де ұсынайық, басқа мұғалімдерге де ұсынайық. Пайдалы болады деп ойлаймыз. Өйткені қалған сол 20 күнді, негізгі мақсатымыз қалған 20 күнді жақсы бір пайдалы дайындықпен өткізу. Енді жыл ішінде дайындаған оқушыларыңыздың соңғы сәтте жаңағыдай дайындық жылдамдығын кішкене тежемей, сәл одан да арттыру мақсатында жасалып жатыр. Бұйыртса ниши емтиханы бір сәтті, жақсы жоғары деңгейде басталсын деп тілейміз, солай сенеміз. Бүкіл дайындап жатқан оқушыларыңыздың жақсы бір нәтижемен сіздерді, ата-аналарды, мекемені жақсы бір қуаныш жағдаймен қуансын. Жұмыстарыңызға береке берсін, шаршамаңыздар. Сіздерде түсінеміз, сабақтарыңыз өте көп, бос уақыттарыңыз өте аз. Дегенмен шешуші бір кезең, мәреге өте жақындап жатырмыз. Марафон жарысына қатысқан спортшылар мәреге жақындаған кезде қаттырақ жүгіреді еді ғой, жаңа жеңімпаз атану үшін. Сондай бір балаларыңызға да, оқушыларыңызға бір мотивация беріп, оларды бір жігерлендіріп, емтиханның алдында кішкене шаршаса да, балалар аз ғана қалды, бір 20 күнде уақытымыз қалды, 20 күннен кейін бір арай демалыс бар, демаласыңдар деген сияқты, бір сөйтіп бір жинақы ұстап, енді өздеріңіздің де күнделікті оқушыларға бөліп жатқан энергияларыңызды енді 20 күн одан да кішкене көбірек бөліп, қолдарыңыздан келгенше аянып қалмайды деп ойлаймыз, солай сенеміз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сенбі күні уақыт бөліп семинарға қатысқандарыңызға. Барлықтарыңызға сәттілік. Тек қана жақсы, қуанышты, жетістікке толы күндерде жолығып жүздесе берейік. Көп рахмет. Онда семинарды аяқтаймыз.